Ассаламу алейкум. Бүгін Құрайш сүресін тәжвидтік талдайтын боламыз. Бұл жерде кездесетін кейбір ережелер көбінесе бізде лин, ол бізде яй әрпі мен вау әрпіне байланысты. Өзіндік шарттары бар. Яй әрпі сукунды болу керек, яғни еш нәрсе болмау керек, фатха кәсіра дамма. Өзінен алдыңғы әріп фатхалы болу керек, және өзінен кейінгі әріп бізде сукунды болу керек. Мен жерде ш әрпі бізде немен тұр, танвинмен тұр. Бірақ біз тоқтаған кезде ол жерге қандай? Сукун арид, яғни уақытша сукунды. Тоқтауға байланысты әкелетін, кенеттен пайда болған уақытша сукунды алып келеміз. Сол кезде яй сукунды, өзінен кейінгі әріп сукунды және өзінен алдыңғы әріп фатхалы болатын болса, яйды біз созамыз. Және бұл ереже мәт лин деп аталады. Ал мына жерде қосымша біз сукун аридта келгендіктен мына лин өзі лин болып созылып жатыр. Қосымша сукун арид келді, сол кезде арид, яғни мәт лин және арид қосылды. Мәт лин арид болады. Вауға да тура осы ереже. Және де атуамахум, мим өзінен кейін мим әрпіне жолықты. Яғни екі мим бір-біріне жолықты. Яғни бізде бірінші мим сукунды, еш нәрсе жоқ. Екінші мим бізде харекетті. Демек, екеуін бір-біріне кіргіз жереміз. Бұны идғам, яғни кіргізу. Мислайын деген сөз, ол екі бірдей әріп. Яғни екі бірдей әріпті бір-біріне не істейміз? Кіргізіп жібереміз. Кіргізіп оқимыз солай. Мин хауф. Сукуну нун өзінен х әрпіне жолықты. Бізде не ол? Изхар. Изхарда хамза, ха, айн, ха, ғойн, хо деген алты әріп бар еді. Яғни сукунду нун немесе тәнвин осы алты әріпке жолықса, бізде не ол? Изхар деген ереже пайда болады. Ол кезде біз сукунды, яғни нунды анық қып оқимыз. Енді сүренің өзіне келетін болсақ, иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахим, мәт арид. Ли, и, міне, ли өзінің кәсірасымен л. Одан кейін бізде хамза. И, одан кейін и демек екке созамыз. Осы жерде көбі қате оқиды. Ли, илафи. Ли, сосын тағы да илафи. Қорайиш. Қорайиш. Созып атырмыз. Қорайиш. Қорайиш еместі. Қорайиш деген сияқты. Егер де жалғастырып оқитын болсақ, не еді? Құрайшин илафихим деп оқып кетеміз. Ол кезде ешқандай созылу жоқ, лин жоқ. Біз тоқтаған себепті құрайш деп тоқтадық. Бұл жерде мәт лин болды, яйға байланысты, яй әрпіне байланысты ереже. Одан кейін шыға тоқтағандығымыз себепті сукун. Сол кезде арид, мәт лин ереже жүрді. Ал илафи деген бізде не болады? Мәт бәдәлі болады. Илафи екке созамыз. Мәт табиғи, соның ішінде мәт бәдәл. Мәт бәдәл хамзаға байланысты. Лә мәт табиғи. Ли илафи құрайш. Илафихим. 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 Рихлаташ шитаи. رحلة الشتاء والصيف. И бізде не? Мәт бәдәл сияқты кете бересіз. Енді лә деген сөз бізде мәт табиғи. Фихим ри. Сукуны мим р әрпіне жолықты. Ол кезде не? Бізде изхар шафауия. Яғни мим бә мен мыдан басқа әріпке жолықса, ол кезде бізде изхар шафауия. Р әрпі өзіне кәсірәлі, ри боп тұр. Бұл кезде р әрпіне тарқиқ, яғни жіңішкелік ережесі жүріп жатыр. Лә тәшшита. Біз шыға, ләм оқылмай қалды, шыға кіріп кеттік. Бұл бізде шәмсия ережесі. Рих лә тәшшита. Шитаи. Шитаи. Мәт мұттасыл. Уас тағы кіріп кеттік. Шәмсия. Сайф. Не болды? Бізде ол мәт лин арид болды. Яй өзі сукунды, өзінен алдыңғы сот әрпі фатхалы, өзінен кейін әріп біз сукун бердік. Одан кейін фәл я'буду.
فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت يعبدوا ما الطبيعي رب هذا لغة кірдік бұл бізде қамария бейт созып оқыдық бізде яй әріпі не болды мат лин арид болды الذي أطعمهم من جوع немесе من جوع وآمنهم من خوف машалла тұнып тұрған ереже екен жуайу айу мұрынмен беріңіздер жарай ма енді әлләзи хамзаға жолып әлләзи атуа екеуі екі сөз бірақ мәт пен хамза жолығып тұр мәт мұнфасыл ато то қалқала амахумми амахум не бізде бұл жерде то қалқаласын не күбро яғни үлкен қалқала немесе орта қалқала деп айта бересіздер ол сіздердің ұстаздарыңыздың үйреткеніне байланысты енді кейбіреулер қалқаны екіге бөледі үлкен және кіші біреу үшке бөледі үлкен орта және кіші деген сияқты сол то егер екіге бөлінсе үлкені үшке бөлінсе ортасындағы орташа түрі амахум мим мыға жолықты бізде не болады ол екі мим бағанағы идғам мислайн екі мим бір-біріне жолығуы мин жуа деген сөз бізде бұл ихфа жуа деген сөз бізде мәт табиғи одан кейін айу кіріп кетеміз бізде ол ихфа уа деген кезде мәт бәдәл мәнәхум деген кезде бізде бұл сукунды мимге жолықты бұл бізде не болады идғам мислайн мин хо изхар ал хауф деп тоқтауымыз бізде бұл мәт лин арид болады енді бұл Құрайш сүресінің мағынасына келетін болсақ бұл жерде үлкен өнеге жатыр бұл енді қарапайым оқып кетеді кейбіреу көп оқымайды бірақ айтайын бұның мағынасы үлкен нәрсе алла тағала бұл сүреде Құрайшқа нәсіп еткен тыныштық пен береке бірліктің құрметі үшін яғни алла тағала мынандай ол кісілерге бірінші тыныштық берген тұрақтылық берген екіншіне береке берген яғни ол кісілер қашан сауда жасайды ғой елді мекендерге мысалы қыста жазда деген сияқты сол кезде олардың керуендерін ешкім тонамайтын болған не себепті бұлар анау Каабада Алланың үйінің жанының көршілері бұлар Алланың үйінің жанында сол жердегі қызметкерлер бұл сол жердің тұрғындары бұл үйге яғни бұл керуенге тиіспейміз дейді болады ғой кейбір кісілер бұзық болса да не Құдай деген кезде үндемейді Құдай деген кезде өздерінің немесін сақтық жасайды да сол сияқты бұл керуендер бұлар Құрайштық болғандығы себепті ол жер Кааба болғандығы себепті бұл керуенге бұл тайпаға тиіспеңіз дейді екіншісі қашан бұлар басқа жерге барған кезде не дейді бұлардың жаңағындай саудаларына бұлар кімдер дегенде Құрайштықтар десе бұлар Алланың үйінен адамдары ғой деп бұлардың саудаларын тез берекелі жасайтын болған яғни біріншіне оларға тыныштық берген екіншіне саудаларына береке берген енді тағы да қысқы және жазғы сапарларында Құрайшқа жаңа берген тыныштық пен береке бірліктің құрметі үшін осынау үйдің яғни осы Каабаның Раббысына құлшылық етсін дейді ол Раббысы қандай ет дейді оларды аштықтан және әртүрлі қауіп қатерден сақтаған сол барлығы сол әңгіме енді біз оларға басқа да денсаулық бар тағы басқа нәрсе беріп жатырмыз бопты олар ол нәрсені енді Раббысынан келмейді деп мүмкін басқа жақтан ойлап жатқан шығар дейді бірақ оларды сапар шеккен кезде оларды не үшін тиіспейтін еді бұлар Алланың үйінің көршілері ғой деп тиіспейтін еді яғни осы үйдің құрметі үшін қашан олардың саудасы жасайтын болса бұлар Алланың үйінің адамдары ғой деп саудасын олардың тез берекелі істейтін еді енді қараңызда олар осы нәрсеге ненің құрметімен жетіп жатыр осы екі нәрсеге олар осы Каабаның ендеше осы Каабаның несіне құлшылық жасамай ма дейді
иншалла пайдалы болсын.